Машица ол. Фамилиясы қалай? Фамилиясы Қабдиянова ма? Сәуле? Дәл өзі. Да ты что? Старста, тышқандарды мықтапста. Қалайсың? Гүлжан, сен ба? Мен. Қалайсың? Мә, НТ-дан кейін жолыққан жоқпыз, я? Группада барсыңдар, я? Оқисыңдар, жазбайсыңдар ештеңе. Бишара Бикош қана ютана бір ятсыз стикерларды жібереді. Сен не істеп отырсың мұнда? Өзім де түсінбей қалдым. Ойымдама қазір, бәрін шешеміз. Айтмұқаш, ашасың ғой, мені кластасың. Таңертеңнен бері 5 әйел арыз жазды. Басшылыққа өзін жауап бересің. Я жауап берем, болды, ашы. 5 әйел арыз жазатындай не істеп қойдың соншама? Ой, білмеймін ғой, өздері бір менің бақыт әйел курсымды сатып алды да, еще маған ақшамды қайтар деп, как будто мен соларды қинағандай ше. Сен анау Раушан коуч деген емессің ба? Мен ғой сол жаным-ау. Давай, кір. Гүлжан, Шығарма, давай. Сен оңбаған адамсың ғой сен, а? Сол курсты мен кредитқа сатып алдым, қораға кірдім. Бақытты боласың дегенім. Қайда сенің не бай, не құдай алмайды? Не деген өтірікшісің сен? енді Гүлжан маған айтсаң, мен сан скидка жасайтын едім ғой. Аферистка, керек емес маған ешқандай да курсын өзім-ақ бақытты боламын, тұқтың ба? Гүлжан. Шығарма, осы жерде отырсын до конца. Гүлжан, Мектеп кезінен осындай екенін білетім. Гүлжан, вип пакетін алшы, бақытты боласың. Ой, Гүлжан, сенсіз-ақ бақытты боламын. Тұқтың ба? Бақытты мужик деген пакет жоқ па сенде? Ал, қайық.